Assalamu alaikum, bizді көріп жатқан көрермен. Geller Dives программасының екінші шығарышына қош келдіңіздер. Бүгін біз Южный магистралдағы парктабыз. Ушул жақтағы бейтаныш адамдардың талантына чоғы көп болобуз. Кеттік анда. Ол жерде бір жігіт тұрады, азыр шүреке жігітті ырдап көрелі. Келбеттілі жігіттей көрінеді дегендей. Ассаламу алейкум. Бұл камера. Жайлы? Жайлы. Ташыл алатын кем? Тілек. Тілек, жақшы. Тілек, бұл шедесің ұшақта? Қаншадан? 100 сомнан. 100? Маға қанша бересің? 80 сом көрем. Мен отырып айдасам болу? Батырас, тамашалатам. Ішінеке балдырға бар, тамашалап еке. Тілек, менде мұндай бір сұрау бар леді. Негізі біздің шығармашыл ырчыларданшы, шығармашылықтағы жүрген, кімден ырын жақтырасың? Мен қырғыз эстрадасынан Мирбек Атабековтың ырын жақтырам. Бекборбиевтің ырын жақтырам. Бекборбиев, Мирбек Атабеков. Аз бізде бір мұндай эме қылып атабыз да, YouTube каналға, Geller Dives деген долборға ошу, Южный магистралдағы адамдардан, мысалы, сен өкөз жаңа эле таанышып атпайсың, ошо бейтаныш адамдарды ырдатып эмет атасың да, бир шиңгел ырдап берип койбойсуңбу? Мен таанатым деле жок, просто бияқта иште эле эмет жүрөм, таанатым деле жок, просто кантырдайм мен. Жок, ошо балким чыгып кетет азыр. Мисалы сен, допустим, үйдөн анда-санда кичине кыңырап ырдап каласың. Ооба, кичине. Анда болду ошо рекин эле көрсөтүп берсең. Бул хотя бы рэп.
рэп, Баястан, Саястан дегендер. Eminem, 50 Cent. Анда ырдый албайм байке. Ладно, анда Мирбектин любой чыгармасын ырдап берип кой. Жок, ырдый албайм. Тилек, анда давай мындай кыласы. Азыр корочечи. Мындай эркекче болот да, чикасы төз. Эгерде мен сени утуп ала турган болсом, бир сиңил ырдап бересиң, макулбу? Макул, макул. Болот, Кел. Не деп чыгаралы? Ай мүнжүс дейлби, Жок, жок, жок. 1-2-3 дейли, Кеттик. 1-2-3. Все, жүрү тек жакта колонкабыз бар, ошол жака бир сиңил, Сезімдер ұшат қош болып, сағынып күлкі келбесе, мұңымды басып тұрғанда, Садан ыйлай терезе, Сунамыр десе, сағынған кезде, жүзің албырап, күлгенің есте, оң көзің тартып, қойғаным есте, жан кетті. Қубалап қайғы қапамды, ойларым сенде биліп қой, ыразы қылып сүйіп қой. Ырменен барған сағамды, сонамыр десе, сағынған кезде, жүзің албырап, күлгенің есте, оң көзің тартып, қойғаным есте, жаңбырдың кеште. Bayqabay айтсам ақылды, ойларым сенде биліп қой, түшіңден күнде ой болсоң, күтемін ошолу биліп қой, сонамыр десе, сағынған кезде, жүзің албырып, күлгенің есте, оң көзің тартып, қойғаның есте.
Макем о жерде наушникпен бир болуп отурат. Чыгармачылыкка жакын адам окшойт да. Ассаламу алейкум. Салам. Баха, салам алейкум, кандай? Жок байке, бака. Картосар байке. Кото отурсаң. Кел, таанышпайлы, атың ким? Элдер атым. Элдер. Мен сен Баха болгон турам, жана Элдер го көзү тостук. Кочкордо. Мындай Элдер байке. Тамаша. Элдер, короче, биз мындай ошо Южный магистралдан, короче, суроомжулоо жүргүзүп жүргөнбүз да. Бир-эки суроого жооп берип койсуңбу? Макул. Болот да. Болот. Мирбек Атабеков жагабы? О, жагат. Мен сага кыздар жагат экен ойлоп атпаймынбы? Жок, музыкаларын жактырам. Ырларын жактырасың, жакшы. Элдер, кыскасы мындай суроо болуп атат азырчы. Короче, биз YouTube каналга келир дайлы деп ушундай бейтаныш адамдардын чыгармачылыгын, таланттарын ошо текшерип издеп жүрөбүз да. Анан ушинтип биздин каналга бир шеңгел ырдап берип койсуңбу? Жок, байке, мен жакшы деле ырдай албайм өзүнчө байке. Жок, муну карабайсың, мен азыр наушник менен отургандан кийин, значит, что-то сенде кызыгуу бар да туурабы? Там, не знаю, төркүүгө кирип ырдап, күзгүнү карап ырдап койгон моменттер болобу? Мында үйдө жалгыз кезде ырдап коем байке. Ошондой эле. Азыр эч ким жок течакка барабыз, колонканы коюп беребиз, адыш ырдап берип койчу. Жөн эле койбойм. Бир шеңгел, сураныч. Бир талантын көрсөтүп койчу, Элдер. Акыл байке. Кайсыл ырдайсың? Нурмат Садыров, Сардалбыз. Всё, ништяк. Көрөбүз анда. Sardalgız, aşıktığımdan sayını bulamazsın sardalgız.
Урматтуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар, ушундай жагымдуу нота менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эң негизгиси биздин каналга жазылганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жана Instagram баракчабызга дагы жазылганды унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. До свидос!